ғажайып симфония. Осы аптада Астана операда керемет жаңалық болды. Балалар симфониялық ертегі тамашалады. Симфониялық ертегі? Ақнұр, сен не істеп жатырсың? Ертең туған күніме шақыратын достарының тізімін жазып отырмын. Тізімде мен де бармын ба? Енді түсінесің бе? Мені де шақыршы. Мен саған Петя мен Қасқыр ертегісінің билетін сыйға тартам. Петя мен Қасқыр? Ол жай ертегі емес қой. Ол симфониялық ертегі ғой. Мен музыкалық ертегілерді қатты жақсы көрем. Міне билет, жүр кеттік. Әйтпесе басталып кетеді. Мен сені тізімге ең бірінші қоям. Сосын Петя шымшық құсқа былай деді. Сен төменге түсте, Қасқырдың тұмсығын айналып ұш. Тек абай бол, ұсталып қалма. Симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен орындалатын Петя мен Қасқыр ертегісі әлем балаларына ұнаған туынды. Бүгін оны астаналық достарымыз тамашалауда. Музыкалық шығармадағы әрбір ертегі кейіпкері белгілі бір аспапта келтіреді. Ертегідегі Петяны ішекті аспапта орындаушы, құсты сырнай арқылы сомдайды, атаны фагот, мысықты кларнет аспабы орындайды. Ал жағымсыз кейіпкер Қасқырды валторна деген аспап келтірсе, аңшылардың дауысын литавр аспаптары орындайды. Ертегінің осылайша ерекше әрі қызықты түрде жеткізілуі балаларға оркестрдегі аспаптардың дыбысын ажыратуға мүмкіндік беруде. Кішкентай көрермендер үлкен дабыл және үрмелі аспаптардың дауысымен жақынырақ танысты. Шығарманы Астана опера симфониялық оркестрі орындауда. Шығарма барысында мәтін оқылып, балалар ертегіні толық ұғына алады.